Ананың құрсағындағы балада өкпе жұмыс жасамайды. Өкпенің ішіндегі альвеолар барлығы сұйықтыққа толы болады. Енді артериялық қанды қайдан алады деген сұрақ бар ғой. Бұл кезде плацентадан алады. Плацента бірінші кіндіктік венаға береді. Кіндіктік вена бауырға алып барады. Бауыр төменгі қуыс венаға құяды. Төменгі қуыс венадағы артериялық қан веналық қанмен араласып тұрып оң жақ жүрекшеге құяды. Оң жақ жүрекшеде овальды терезе деген кішкене ашық тұрады. Оң жақ, сол жақ жүрекшеге айдап жібереді. Сол жақ жүрекшеден аортаға кетеді. Аортадан шығып бара жатқан жерде жаңағы біздің көп қанымыз оң жақ қарыншада да қалып еді ғой. Оң жақ қарыншадан көтерілген қан негізі өкпеге кету керек. Бірақ ол өкпеге кетпейді, себебі өкпенің ішінде қысым көп. Өкпе былай итеріп тұрады қанның барлығын. Бұл баталов түтікшесі арқылы өкпе сабауы мен аортаның арасында болады, бірден аортаға құйып отырады. Аортадан ары қарай мықындық артерия, мықындық артерияның бір бөлігі бұл жаңағы кіндіктік артерия арқылы плацентадан қанды шығарып жібереді.